Жетінші сыныпқа арналған биология пәні бойынша оқу әдістемелік кешені оқулық пен мұғалімге арналған нұсқаулықтан тұрады. Оқулықтың құрылымы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес құрастырылған. Оқу мақсаттарын жүзеге асыру үшін теориялық материалдар, қажетті практика бағдарланған тапсырмалар, зертханалық тәжірибелер және практикалық жұмыстармен теңдестірілген. Оқулықтың кіріспе қосар беті оқушылардың ойларын жинақтауға көмектеседі. Қосар бетте білім мен дағдыларға шолу, қысқаша иллюстрацияланған нақты материал ұсынылған. Берілген сұрақтар оқушылардың ойлау қабілетін белсендіреді, жан-жақты ойлануға және бөлімдегі материалдарды оқу үшін дайындалуға ықпал етеді. Сонымен бірге, тіршілікпен байланысты фактілер ұсынылған. Әр қосар бетте тақырыпта білім мен дағдыларға шолу жасалып, тақырыпқа сәйкес иллюстративті материалдар берілген. Қосар беттегі тақырыпты ашу үшін ұсынылған сұрақтар оқушылардың алдыңғы білімдерін қолдануға, өз ойларын жан-жақты жеткізуге, сыни ойлау дағдыларын дамытады. Қысқаша теориялық материал сыни ойлауды дамытуға арналған кіріктірілген сұрақтар арқылы ашылып, тереңдетіледі. Оқулықтың қосар беттеріндегі тақырып бойынша ұсынылған суреттер, кесте, сызба нұсқалар оқу мақсаттарын жүзеге асыруға бағытталған. Оқулықтағы әр қосар бетте зерттейік айдары тақырып бойынша берілген қарапайым тәжірибелер мен зерттеулер жүргізу, деректерді бақылау, салыстыру, бағалау және талдау арқылы ғылыми жаратылыстану құзыреттілігі мен зерттеу дағдыларын қалыптастыруды көздейді. Оқулықтағы сенің кезегің қосымша жұмыс айдарларында білімді бекіту, жинақтау, тереңдету мақсатында тақырып бойынша берілген қорытынды сұрақтар, тапсырмалар оқушылардың ғылыми жаратылыстану сауаттылықтарын дамытуға негізделген. Оқулықтағы әр бөлімнің соңында қайталау сұрақтары, өз біліміңді тексер айдарларындағы тапсырмалар оқушылардың бөлім бойынша білімдерін бекітуге және жүйелеуге, алған білімдерін күнделікті тіршілікте қолдана алу дағдыларын дамытуға жетелейді. Ондағы суреттер, сызбалар мен иллюстрациялар ғылыми мәліметтерді талдауға және өңдеуге бағытталған. Оқулықтың мазмұны оқу бағдарламасын қолдайды және функционалды сауаттылықты қалыптастырады. Биологиялық зерттеулердің ерекшеліктерін түсіну құзыреттілігі зерттеу айдарының мазмұны арқылы жүзеге асады. Зерттеу айдары ғылыми жаратылыстану зерттеулерінің кезеңдері туралы білімді қалыптастыруға бағытталған. Зерттеулер жүргізудің әдістемесі және процедуралық білім дамиды. Құбылыстарды ғылыми тұрғыдан түсіндіру құзыреттілігі. Қосымша тапсырма, сенің кезегің айдарларындағы тапсырмалардың жауаптарын ғылыми негіздеу, тұжырымдау, құбылыстарды график сызбалар бойынша түсіндіру және сәйкестендіру арқылы жүзеге асады. Оқулықтардың мазмұнына қорытынды жасау үшін деректерді интерпретациялау және ғылыми дәлелдемелерді қолдану құзыреттілігі тапсырмаларда ғылыми дәлелдерді іздеу және тұжырымдар жасау арқылы белсендіріледі. Оқулық заманауи педагогикалық әдіс-тәсілдерді қолдайды. Теориялық материал, проблемалық сұрақтар, топтық және өзара оқытуды қолдану арқылы ашылады. Оқулықта саралау тәсілі қосымша материалдарды оқып, тақырыпты өз бетінше терең деңгейде зерттеуде байқалады. Қалыптастырушы бағалау түрлі деңгейлі тапсырмалар арқылы жүзеге асырылады. Әдістемелік нұсқаулықта теориялық және тапсырма материалына толық түсініктемелер берілген. Нұсқаулықтың негізгі мақсаты мұғалімге 7-ші сыныпта биология пәні бойынша курсты оқытуда әдістемелік көмек көрсету. Мұғалімдерге арналған нұсқаулықтың құрылымы оқулық мазмұнына сәйкес құрастырылған және оқулықты пайдалану бойынша нұсқаулардан тұрады. Нұсқаулықтың кіріспе бетінде осы тарауда қарастырылатын барлық оқу мақсаттарының тізімі көрсетіледі. Тақырыпқа байланысты тірек ақпарат ұсынылған. Әрбір сабақты ұйымдастыру үшін нұсқау, жұмыс парақтарының үлгілері, түрлі үлгілеу жұмыстарына қажетті суреттер мен қималар, практикалық және зерттеу жұмыстарының алдын ала күтілетін нәтижелері көрсетілген кестелер берілген. Мұғалімге арналған нұсқаулықта сабақтарды ұйымдастыруға арналған әдістемелік ұсыныстар беріліп, оқушылардың толық шешімдері және қиын тақырыптарды оқытудың нақты формалары мен әдістерінің рөлі мен орны көрсетілген. Және әрбір сабаққа қажетті тірек ақпарат көрсетілген. Сабаққа ескертпе ретінде сыныпта сабақтың әртүрлі кезеңдеріндегі жұмыстарды ұйымдастыруға арналған әдістемелік нұсқаулықтарды қамтиды. Нұсқаулықта әр тараудан соң тұжырым картасы жауабымен ұсынылған. Нұсқаулықтың соңғы беттерінде тараулар бойынша кейбір терминдер мен ұғымдарға түсінік глоссарий берілген. Сонымен,
7-ші сыныпқа арналған биология пәні бойынша оқу әдістемелік кешені жоғары деңгейлі дағдыларды оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып дамытады, оқу мақсаттарын жүзеге асырады. Оқулықтың мазмұны ғылыми жаратылыстану құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған және оқушыларды оқуда және тіршіліктегі мәселелерді шешуге үйретуге бағытталған. Оқулық ғылыми жаратылыстану құндылықтарды, педагогикалық тәсілдер мен қағидаларды, дағдыларды, атап айтқанда практикалық зерттеушілік, сыни ойлау стратегиялары мен технологияларын қолдану, білімді шығармашылықпен қолдана білу, мәселелерді шеше білу және тағы басқа дағдыларды дамытуға бағытталған. Оқулықтан білім алу үдерісінде оқушы жаратылыстану ғылымдарының метапәндік дағдыларын зерттеу, жобалау, түрлі деңгейлі сұрақтарға жауап беру арқылы қалыптасады. Мұғалімге арналған нұсқаулықта оқулықтың барлық тақырыптар бойынша әдістемелік ұсыныстар берілген. Сонымен бірге, оқу бағдарламасының мазмұнын тиімді игеруді қамтамасыз етеді.